Баршаңызға сәлем достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді ушки печеньяларының рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге илектен өткізілген ұн және мұздатқыштан қазір ғана шыққан сары май қажет. Сары майды ұнға аунатып үткіштен өткіземіз. Сары май қолда еріп кетпес үшін оны қайта ұнға аунатып тұруымыз қажет. Ұны мен сары майды қолымызбен әбден араластырамыз. Сары май мен ұн осындай болып араласуы керек. Кейін оның үстінен творожный сырымызды қосамыз. 2 жұмыртқаны сындырып, тағы да қолымызбен араластыратын боламыз. Осымен біздің қамырымыз дайын. Дайын қамыр өте жұмсақ болады, қолға жабыспайды. Оны біз пищевой пакетке орап, мұздатқышқа жарты сағатқа қалдыратын боламыз. Жарты сағат тыныққан қамырымызды алып, 4 бірдей бөлікке бөлетін боламыз. Әрбір бөлікті домалақтап зуала жасаймыз. Ұн сеуіп, әрбір зуаланы 1 сантиметр қалыңдықта етіп жаямыз. Қамырды стаканның көмегімен домалақ етіп кесіп аламыз. Видеода көрсетілгенде қамырымызды құм шекерге аунатып, ушкилерімізді жасайтын боламыз. Противенімізге пергаментный бумагамызды жайып, ушкилерімізді қоямыз. Ушкилерді 180 градус пеште 30 минут пісіретін боламыз. Менің YouTube арнама тіркеліп, уведомленияны басуды ұмытпаңыздар. Біздің творожный ушкилеріміз дайын, өте дәмді болып шықты. Лайк басуды ұмытпаңыздар.